Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы кеш. Мен шай ішіп отырмын. Жаңа оқырмандарым, есімім Арайлым болады. Мен 3 қыздың анасымын. Бір жастағы мысығым бар. Шай ішіп отырмын. Мен Қарағанды қаласында Шахтинскте туылғам. 4 жасқа дейін сол жақта тұрдық. Ал анам мен әкем ажырасқаннан кейін біз Қаражалға көштік. Мен сол жақта нағашы тәтемнің қолында өстім, тұрдым. Ал анам жұмыс істеді, бізді асырады. Солай. Сосын мамам жатып қалды больницаға. 10 жақ аяғына бірнеше рет операция жасаған. Қазір бәрі тфай-тфай жақсы. Аллаға шүкір, жүгіріп жүр мамам. Больницадан шыққан соң, Алматыдан келген соң, мамамның жанында болдым. Солай. Менің жасым 40-та. Мына біздің мысығымыз. Есімі Пиппо. Я? Осындай бір жаста өзі. Мысықты олай кіші қызым атаған. Пиппо деп. Солай қалды есімі.